Менің мақсатым әр қазақтың баласы жақсы өмір сүруге құқылы. Мен беліме дейін балшықты кешіп жүріп, қазақтың болашағы үшін күресуге дайын адаммын. Мен солай шешім қабылдап келгенмін. Сондықтан президентке қарсы шығуға бел будым. Солай сөйлейм, өтірік емес. Тоңқайсаңдар, көттеріңе, еңкейсеңдер ауыздарыңа тығып атыр. Ұнаса да, ұнамаса да осы. Жаман көресіңдер ме? Осы. Жақсы көрсеңдер де осы, барым осы. Мен астафыралла, субханалла, сабыр деп отырайын онда сендерге. Шетелде аяғыңа шеге кіріп кетпейді, сосын тоңқайған кезде қотақ кірмейді. Қазақстанда ол. Тоңқайсаң аяғыңа шеге кіреді, еңкейсең аузыңа Тоқаевтың қотағы кіреді. Болды ма? Я кайфую. Солай сөйлейм, өтірік емес. Тоңқайсаңдар, көттеріңе, еңкейсеңдер ауыздарыңа тығып атыр. Я кайфую. Шетелде аяғыңа шеге кіріп кетпейді, сосын тоңқайған кезде қотақ кірмейді. Қазақстанда ол. Тоңқайсаң аяғыңа шеге кіреді, еңкейсең аузыңа Тоқаевтың қотағы кіреді. Болды ма? Мен трусиімді шешіп басыма киіп алсам да, сендердің шатақтарың болмасын. Түсініңдер ма? Ол менің жеке өмірім, жеке жұмысым. Мен трусиімді шешіп басыма киіп алсам да, сендердің шатақтарың болмасын. Түсініңдер ма? Ол менің жеке өмірім, жеке жұмысым. Шетелге келіп айтса, дәл мен құсап қатарын көмектейді. Шетелдіктер, Украинаның қыздары елдеріне қауіп төнген кезде бәрі шетелге шықты да шешінді. Безгалтырын бәрін тырдай жалаңаш болып, ойбай біздана Путин өлтіріп атыр, қырып атыр, елімді, жерімді, ұлтымды жойып атыр деп шетелге шығып шешініп тастады Украинаның қыздары. Сендер де шықсаңдар шетелге. Жарайды, Қазақстанда айтамайды екесін, деп твоямайттар, шетелге шығыңдар онда. Айтайық бәрін жақтай қайлап. Безгалтырын бәрін тырдай жалаңаш болып, ойбай біздана Путин өлтіріп атыр, қырып атыр, елімді, жерімді, ұлтымды жойып атыр деп шетелге шығып шешініп тастады Украинаның қыздары. Сендер де шықсаңдар шетелге. Жарайды, Қазақстанда айтамайды екесін, деп твоямайттар, шетелге шығыңдар онда. Айтайық бәрін жақтай қайлап. Сіз жаңа Баян Есентаеваменен күресіп жатырсыз ғой. Қазір біз барлығымыз концертке бойкот жариялап, Баян Есентаеваны үйінен шығармайтындай қылып, Баян Есентаеваны жаңағы не қылып жіберсек. Үйінен шығармайтынға әлі ерте, ол қағазмен, ол жағдайға балалар дайындап қойды мен. Оған ерте, оған женский солидарность мен сақтап тұрмын өзінің тілінде. Әзірше күтем бұлғатын түзелуін күтем. Кішкене мен тыңдаңызшы енді кішкене. Бұл қазақша сөйлейді. Маған қазақша сөйлеп бүкіл адамдар түзеп беру керек. Қазір бетімен кеткен қатын көп. Оны түзеу үшін маған Баян керек. Баян мен Динара әзірше керек. Әзірше ол біз қазақ тілді жоқ. Тоқтаңыз енді, сіз мені тыңдаңыз, Бағдагүл ханым. Сіз мені тыңдаңыз енді. Иә, ұлттық идеологияны жойып атқан шығар, бірақ менің балаларым, менің отбасым Баян Есентаеваның жаңағы жасаған іс-әрекеті менен тәрбиеленген жоқ. Мен өз балдарымды өзімнің идеямен тәрбиелеп отырмын. Дұрыс па? Ал бірақ менің балашағам елде одан да үлкен президенттің тарапынан, қоғамнан... Енді бізді тыңдаңыз. Тұра тұрыңыз, мен до конца айтып алайын, Бағдагүл ханым, сөзімді бөлмеңізші. Біздің халық қазір дәл жаңағы Баян Есентаеваның жасаған кешуінің концертінен қиындық көріп жатқан жоқ. Дәл қазір бәріміз жабылып соған кетіп қалатындай. Бізде мына жақта экономикалық, экологиялық, ата заңдық мәселелеріміз, содан біз қасірет шегіп отырмыз. Саяси тұрғыда. Қазір бәріміз, бүкіл қазақ, бүкіл саясаткер Баянмен күресетіндей, оның проблемасы түк емес, өз айтпақшыдай. Ол ойыншық проблема. Бар ғой, мұжу қатынсың бар ғой, айтсаң бар әңгіме. Қойшы, сен мұжыған қатын. Мен бірден Жиреновский болдым ғой. Тыңдашы әңгімені. Сен темірді ыссы уақытында соқ дейді дейсің ба? Қазір бізде қызып тұрған темір Баян тіл мәселесі. Тіл мәселесін біз ішкі саясатпен шешуіміз керек. Баян мен Динара бізге көмегі болады ертең. Қандай көмек? Ол екеуі ертең қыспақ қалғаннан кейін қазақша ертең кешудің концерті өткен жағдайда, бұрынғы жағдайда өтпейді ол. Қазақша өтеді, ұзын нормально көтендерін ашпай өтеді.
түсінікті ма? Содан кейін Баян мен Динара жайлап түзе кетті, қазақша сөйлеп, өзінің аудиториясына бізге қазақша сөйлеуге көмектеседі, түсінікті ма саған? Содан кейін қалғанын көреміз ғой, тәте, әлі Қазақстанға ақша келген жоқ, енді келеді ақша. бар ғой, содан кейін басқасымен айналысамыз. Динарамен бар ғой, Баян проблему не делает. Вообще біз өмір естіген де емес, керек те емес бізге. Қатындар қайда халықтың жағдайы жұмыссыздық. Бұл қазақша сөйлейді. Маған қазақша сөйлеп бүкіл адамдарды түзеп беру керек. Қазір бетімен кеткен қатын көп. Оны түзеу үшін маған Баян керек. Баян мен Динара әзірше керек. Әзірше ол екі қатты жұмыс жасайды маған. Қоятыршы качаға жағаласа берме, өстесіңдерді, кіріп аласыңдар да жағаласа бересіңдер. Бағдагүл ханым, қараңызшы енді, біздің жалғыз, мен сөйлесіп отырмын. Біздің жалғыз проблемамыз қазір Баян Есентаева менен кешудің концерті болып тұр ма Қазақстанда? Дәл қазір? Әзірше сол болып тұрсызын көреміз. Менің үшін Баян Есентаеваның концерті, менің отбасым үшін Баян Есентаеваның концерті қатты, оның істеген 20 жылдық еңбегі қатты маңызды емес. Енді қараңыз, Бағдагүл ханым, барлығын заңды түрде шешу керекпіз дейміз де. Енді біз сонда бүкіл Қазақстан отырып алып, 50-ден асқан, не дейді, 5 бала туып белгілі болған Баян менен Динараның тілін тәрбиелеуіміз керек па? Заңды түрде істейік, Тоқаев қайтайық онда. Жалғыз тіліміз ана тілін қыл. Бүкіл қазақ тілінде сөйлеуге міндетті. Ақпарат құралдың бәрі қазақ тілінде сөйлесін. Зорлай алмайсың. Осы сен кішкене шу көтеру арқылы бір-бірімізді тәрбиелеуіміз керек. Ол да қазақтың балалары ғой. Шанс беруіміз керек. Өз-өздерін көрсетсін. Шанс беруіміз, жоқ. Не енді, не болды?